Психологияны оқыту әдістемесінің пәні, мақсаты және міндеті. Жоспар бойынша маманның бірінші әдістемелік даярлығы, екінші психологиялық білімді меңгерудің ерекшелігі, үшінші психологияны оқытудың пәні және төртінші оқыту формасы мен құралдары. Психология бұл білімнің жедел дамуы, қоғам талабы болып табылады. Бірақ қоғам психология білімін қолдануды білмейді. Сондықтан практикалық психологияның міндеті барлық адамдардың психологиялық сауаттылығын арттыру болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін квалификациясы жоғары, жақсы дайындығы бар мамандар қажет. Қазіргі заманғы психология білім жаңа әдістемелік бағдарламаларды талап етеді. Біз осы әдістемелік ғылыми зерттеу нәтижелері болу үшін практикалық тенденциядан өтуіміз керек. Психологияны оқыту әдістемесі бұл оқыту пәні және жеке ғылым ретінде бұл ғылымға көптеген белгілі психологтар көңіл аударғанына қарамастан әлі де жеткілікті дәрежеде зерттелмеген. Психологиялық білім ұзақ уақыт бойы жаратылыстану ғылымдарының бірі болғанымен қазіргі таңда гуманитарлық болып табылады. Басқа ғылымдарға қарағанда психологиялық білім психологияны оқыту процесінде міндетті түрде есепке алу қажет. Психология ғылымының пәні үнемі қатысты жекелік ғылым болып табылады. Ол адамдардың жасына, мінез-құлқына, іс-әрекетіне байланысты өзгеріп отырады. Сондықтан да жеке тұлғаның қабылдануының нақтылығы басқа ғылымдар сияқты емес. Психологиялық білім әрбір жеке тұлғаның ерекшелігіне байланысты дамиды. Мұндай ерекшеліктер психология ғылымдарынан басқа да жерде кездеспейді. Психология көріністері меңгеру процесі тек қана логикалық емес, бейнелік көркемдік ойлауды, сонымен қатар дамыған ой өрісті талап етеді. Студент психолог бейнесін ойлауды және оларды орындау, үйлестіру бар екенін білуі керек. Сондай-ақ психолог кеңесші өзінің жұмыс барысында клиенттің ой өрісін жобалап, жағдайға дұрыс бейімделуіне, дұрыс бағыт-бағдар беруіне осының бәрін біліп отыру керек. Психолог кеңесшінің клиенті дұрыс түсініп, жағдайдан дұрыс шығуына көмектеседі. Психологиялық білімді нақты бір ғылым ретінде емес, әдістемелік мақсаттарда қолдануға болады. Психологиялық көріністерді толық сипаттау үшін мына жағдайларды анықтау қажет. Яғни түсініктер жүйесі бұл анықтауыш, бейнелеуіш болып келеді. Екіншіден психологиялық көріністердің функциясы, үшінші механизмдер, яғни көріністің пайда болу және құбылысты жүйелеу. Келесі түрлері классификациясы, яғни келесі заңдылықтары, алтыншы индивидуалды, жас және жыныстық ерекшеліктеріне байланысты, жетінші өсіп жетілу заңдылықтары, онтогенез бен филогенез қарастырады, яғни сегізінші бұзылуы, 9 психологиялық теориялар және меңгеру әдістері. Психологияны оқыту әдістемесінің пәні әдістер, психологияны оқыту құралдары және олардың ерекшеліктері болып табылады. Оқыту әдісі, әдіс грек тіліне аударғанда оқып, игеру және іс-әрекетті пайдалану деген мағынаны білдіреді. Оқыту әдісі дегеніміз бұл бір-бірімен байланысты мұғалім мен оқушының, мұғалім мен студенттің арасындағы меңгеру іс-әрекеттері. Оның 3 түрлі қызметі бар. Оқыту мақсаты мазмұнның игеру мүмкіндіктерін және оқушы мен мұғалімнің дұрыс қарым-қатынасын орнату. Келесі дүниежүзілік педагогикалық практикада әртүрлі оқыту әдістері бар. Олар дүниежүзілік педагогикалық практиканың талаптарына белгілі педагог Бабанский жасаған үйрету әдістеріне классификациясына сәйкес келеді. Ол барлық үйрету әдістерін 3 түрге бөлген. Олардың әрқайсысының өз сипаты бар. Ұйымдастыру әдістері және оқып үйрену іс-әрекетін болдыру. Бұған кіретіндер сөздік, яғни лекция, түсіндіру, әңгімелесу. Келесі көрнекі құралдар, бұл тәжірибе, демонстрация, иллюстрация. Келесі практикалық, яғни жаттығулар, тапсырмалар, шешу және тағы басқа. Келесі оқу ынталандыру әдістері, оған кіретіндері меңгеру ойындары, оқыту дискуссиялары, әртүрлі оқу жағдайларын жасау болып табылады. Оқытудағы бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері бар. Бұл оған кіретіндері жеке және жаппай сұрау, зерттеулер, емтихандар тағы басқа. Психологияны оқыту әдісінің ішінен мыналарды бөліп көруге болады. Дәстүрлі және дәстүрлі емес. Яғни
Дәстүрлі оқытудың негізгі қалыптасқан эталондарды пайдалануға болады. Бұл жағдайда оқытушы стандартты психология оқыту әдістемесінің материалдық операторы позициясында болады, және де мұғалім мен оқушы студент арасындағы оқу процесінде позитивті эмоционалды көріністер болады. Дәстүрлі емес оқыту әдістеріне кіретіндер дискуссиялық ойындар, тапсырмалар, интерактивті әдістер және тағы басқаны жатқызамыз. Бұл әдістер оқыту мүмкіндіктерін дамытады. Дәстүрлі емес әдістерде оқыту мамандарды үйретуде дұрыс болып есептелінеді. Оқыту формалары. Форма латын тілінен аударғанда бұл сыртқы көрініс деген мағынаны білдіреді. Оқыту формасы дегеніміз мұғалім мен оқушының бірлескен іс-әрекетінің сыртқы көрінісі. Педагогика психологияда мынандай оқыту формаларын бөліп көрсетуге болады. Бұлар фронтальды оқудың мындай түрі лекцияда өтіледі. Келесі екінші топтық мындай оқыту формасы семинар сабақтарында өтіледі. Практикалық сабақтарда, оқыту ойындарын ұйымдастыруда, тренингтерде, сабақ үстіндегі жаттығуларда қолданылады. Келесі жеке, яғни курстық бақылау, диплом жұмыстары, жеке тапсырмалар. Оқыту құралдары, оқыту сапасын жақсартатын құралдар. Бұған кіретіндер көрнекі құралдар, техникалық құралдар, баспа әдістемелік оқулықтар болып табылады. Барлық оқыту әдістері, формалары және құралдары оқу пәнінің тақырыбына байланысты іріктеу. Психологияны оқыту әдістемесінің мақсаты мен міндеттеріне тоқталатын болсақ, біріншіден психологияны оқытуға мыналар бағытталады: жеке тұлғаның қабылдау мүмкіндіктері мен басқа адамдардың іс-әрекетін игеру, адамға өзін-өзі өзгерту мүмкіндігін қалыптастыру, мақсатына психология пәнін үйрету сапасын психологтың әртүрлі ортадағы іс-әрекетіне байланыстылығын көрсету болып табылады. Пәннің міндеті бұл студенттерге психология пәнінің ерекшелігін үйрету, студенттерге педагогикалық процесті басқару мүмкіндіктерін қалыптастыру, үшіншіден студентке педагогикалық қабілетті жетілдіру және ағарту іске қабілетін дұрыс ұйымдастыру талабын дамыту болады. Яғни студенттерге профессионалдық білімді жетілдіруге және өзін-өзі тәрбиелеуге көмектесуге арналған оқыту әдістемелері. Қазіргі заманда жоғарғы оқу орнында лекцияның бірнеше ерекшеліктері бар. Лекция бұл орта ғасырларда оқулықтар сирек кездесетін уақыттарда пайда болған және сол кезден бастап жоғары оқу орнында оқыту процесінде жетекші рөл атқарады. Лекция сөзі оқу деген мағынаны білдіреді. Ресейде лекцияны қолдану Ломоносовтың заманынан басталған. Лекция деген қарсы пікірлер болғанмен қазірге дейін лекция оқыту формасының ең тиімді түрі болып табылады. Әсіресе лекция оқулықтар жетіспейтін жағдайларда өте қажет. Лекцияның білімді үйрету функциясы бұл білім алудың ең экономикалық тиімді жолы болып табылады. Оның экономикалық тиімділігі оның көп тыңдармандарға бір уақыт ішінде оқуға болады. Лекция студенттердің ойлау мәдениетін жоғарылатады. Лектор тыңдаушылардың ой өрісін қалыптастырады. Методикалық шеберлігіне байланысты лектор бір информацияны әртүрлі жолмен жеткізе алады. Кез келген жақсы лекция тыңдаушыларды едәуір эмоционалды әсер қалдырып, олардың пәнге деген қызығушылығын, көзқарасы мен сенімдерін қалыптастырады. Әсіресе гуманитарлық салада, соның ішінде психология лекциялары бұл әсер ету жағынан басқа әдістерден жоғары тұрады. Лекция студенттерді ғылыммен және оның ғылыми теориялық жайларымен таныстырады. Лекция мазмұнына дайындық. Жақсы лекция бұл алдын ала дайындалған лекция. Дегенмен де лекция оқыту формасының ең күрделісі екенін ұмытпау керек. Лекция оқудағы лектор әртүрлі рөлді атқарады. Көрініс пен факторларды сараптаушы ғалым және тыңдаушыларға сенімді фактор ретінде, көзқарас тәрбиеленуші педагог ретінде, барлық тыңдаушылармен және таңдаушылармен бір мақсатқа біріктіруші ретінде қарастырылады. Жоғарғы оқу орнында лекцияға деген талап өте жоғары. Ол мақсат анықталады, лекцияның жоспар құрылады, нақты тақырып, нақты орын анықталады және студенттердің дайындық деңгейі. Сонымен теориялық және факторлық құралдары іріктеліп алынады. Бұл этаптағы материалдар лекторның жұмыс жобалары болып жинақталады. Яғни бұл этапта негізгі мән берілетіні лекцияның мазмұны.
ғылыми тұрғыда қазіргі заманда білімге негізделу керек. Бұл дәстүрлі теориялық және практикалық проблемаларды, заңдылықтарды салыстырмалы түрде қарау. Сондықтан лекция жай ғана сенімге емес, нақты бір ғылыми мәселелеріне негізделуі керек